жасай. Аллах тағалаға келгенде ондай бір тырысып қиналудың қажеті жоқ та. Қандай барсын солай Аллаға жалбарынасың. Қазақша, орысша болсын. Біздің шала қазақский языкпен де. Қайырлы түн. Қалайсың? Көңіл-күйің жақсы ма? Бүгін біздер, иншалла, кешкілік. Просто кеш болмайды, хорошо? Просто приятное времяпровождение болмайды. Жоқ, оған қоса бонус дегенім ғой. Болады. Оған қоса бонус ретінде бүгін біздер вообще үлкен шаруа жасаймыз. Біз Аллах тағаланы еске аламыз, хорошо? Біз просто Аллах тағаланы еске ала отырып үлкен сауаптарға кенелеміз. Еще бүгін кеште сен және мен ғана емес, қасымызда тағы да кімдер болады? Қалай ойлайсың? Дұрыс, періштелер болады. Так что приятный кеш болады, иншалла, хорошо? Бүгін мен саған осы қолымдағы алдында осы кештерімізде есіңде болса өзімнің мұсылман қорғаны деген жыртылып быт шыққан кішкентай осындай кітапшамды оқып берген едім. Я түнде оқылатын дұғалар деп, кешке оқылатын дұғалар деп. Вот енді соның тағы да бір варианты, бірақ анаған қарағанда үлкендеу екен. Мен де білмеймін, осылар қай жақтан вообще үйге келгенін білмеймін. Мен арқылы келді ма, жолдасым арқылы келді ма, әйтеуір үйде тұр енді, альхамдулилля. Так, сол Алматы 2007 дейді болды. Басқа анандай не жоқ. Так. Так, все. Бисмилля. Беттер көп екен. Так, қанша бет? 476 дейді. 476. Енді осыны жалпы оқып тастауға, сен көмектеспесең енді мен өзім әлім келмейді. Сені себеп етіп оқымасам, мен өзім кітап оқып кету деген. Это так сложно. Так. Бисмилля. Алғы сөзді өтіп кетейік. Кейінгі. Так. Аллах тағаланы еске алудың артықшылығы. Осы вот прям ключевой момент қой. Кітап осылай басталады. Аллах тағаланы еске алудың артықшылығы. Аллах тағала Құранда айтады: мені еске алыңдар, және мен де сендерді еске аламын, және маған шүкірлік етіңдер де күпірлік етпеңдер дейді. Вот осы шүкіршілік етуге біз өзімізді тәрбиелеуіміз керек, себебі біздер адам болғасын, әлсіз жаратылғасын, жиі күпірлік етеміз. Лично мен сондаймын, сен ше? Видишь? Так что шүкірлікке өзімізді тәрбиелейміз. Аллах тағала күпірлік етпеңдер деп тұр ғой, енді шүкір етіңдер дегені ғой. Әй мүминдер, Алланы өте жиі еске алыңдар дейді. Алланы көп еске алушы ерлер мен әйелдер үшін Алла тағала жарылқау және ұлық сыйлық, яғни жәннатты әзірледік. Раббыңа құпия жалбарынып, қорыққан түрде ертелі кеш іштей оны есіңе ал. Әрі қаперсіз кісілерден болма дейді. Адам, біздер негізі қаперсізбіз, қазір күшті болып отырамыз, қазір намаз оқимыз, қазір Құран оқимыз, уағыз тыңдаймыз, шамалдайға қайдан ұмытылып кетеді. Енді ол нормально, енді ол адам болғасын солай болады, бірақ енді ол нормально екен деп өйтіп та қуып кетуге болмайды. Баланс, везде баланс.
және олар сендердің бастарыңды алатын дұшпандарыңмен кездесуден де жақсырақ амалдарыңнан хабар берейін бе деп сұрады. Олар, яғни сахабалар ғой енді, әрине деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллах тағаланы еске алу деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құдси хадисінде Аллах айтты, яғни мына жерде бар ғой, түсіндірме беріп кетейін, хорошо. Мына жерде енді біздің заманымызда енді ондай бола бермейтін шығар, может болады, иә. Мысалға бұрында адамдар өздерінің жауларын көргенде прям оларда қанға қан деген, иә, сондай бір арабтарда сондай түсінік болған ғой. Олар бастарын кесіп тастайтын болған ғой жауларының. Біздің қазақтарда да сондай болған ғой негізі. Яғни олар бауырлар үшін, иә, бір туғандар үшін вот прям кек алатындай, біздің қазақтарда бар ғой негізі болды. Вот и сол біз жаулардан кек алып тастағанда, я жек көретінмін, басын шауып тастағанда, білмеймін, енді бір рахат сезім болып тұр ғой. Сол жаудың басын алып тастаудан да оларға сүйіктірек, иә, бір одан да күштірек сезім ол Аллах тағаланы еске алу болып тұр бұл жерде. Енді білмеймін, біздер енді сондай бір поколение, ұрпақпыз, то что кек алу дегенді енді онша біле қоймаймыз біздер. Анандай білмеймін, енді әділетсіздік, зұлымдық, ондай соғыс, иә, бір жамандық көрмегенбіз ғой, Аллаға шүкір. Көрмей-ақ та қояйық, әмин. Енді мына жерде сіздің құдси хадис дегеніміз ол Аллах тағала тарапынан болып мәтіні пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның сөзі арқылы жеткізілген хадистер. Мұндай хадистердің бір ерекшелігі Аллах тағала айтты деп басталады. Яғни құдси хадис ол пайғамбар арқылы Аллах тағала айтып тұр, бірақ пайғамбардың сөзімен, ол Құран емес. Хорошо. Құран ол Аллахтың таза сөзі. Ана жерде пайғамбар сөзімен жеткізіп тұр. Құдси хадис осында пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Аллах тағала сезім салады, я ой салады, сол бір внушать етеді, и ол соны айтады. Бұл құдси хадистер. Вот Аллах айтады, құлым мен туралы қалай ойласа, мен де сондаймын. Ол мені еске алса, мен де онымен біргемін. Ол мені іште еске алса, мен де оны іште еске аламын. Егер ол мені жамағаттың ішінде еске алса, мен де оны олардан да жақсы жамағаттың ішінде еске аламын. Субханалла. Егер ол маған бір қарыс жақындаса, мен оған бір қолдың қарындай жақындаймын. Егер ол маған жай жүріп келсе, мен оған тез жүріп барамын дейді. Мен негізі бұл хадисті былай естіп едім, жаңағыдай адам Аллах тағалаға қарай, я жаңағыдай қарыстан бөлек адам Аллах тағалаға қарай жүрсе, Аллах тағала құлына жүгіреді деп естіп едім. Субханалла. Енді бұл жерде мына жерде самый күшті нәрсе, я мен вот прям тоже енді оны әлі де түсінуге тырысып жатырмын да, мен әлі өзіме жұмыстанамын да. Именно құлым мен туралы қалай ойласа, мен де сондаймын дегенге. Яғни біздер Аллах тағаланы негізінде, я дәл осы менің замандастарым ойлауымыз мүмкін, то что біз Аллах тағала сондай бір қалай болады, берсе кейде тартып алуы мүмкін, иә. Сондай Аллах тағала қатал, Аллах тағала мен сондай бір ешқандай қате жібермейтін адам болу керекпін, вот прям идеальный болу керекпін. Если менен бір қате кетсе, Раббым маған жамандық береді, я мені жазалайды деген сондай бір ой болу мүмкін, иә. Бірақ бұл дұрыс емес. Бұл біздің кішкентай кезімізде ата-анамыздың бізге қалай болады орнатқан программасы, яғни ата-анамыз біздің сондай бір идеальный, тәртіпті, өнегелі, көрікті, ойбай енді күшті болуымызды қалады, барлығын салды, жақсылығымызды біздің онша бағалаған жоқ. Ал біз құттай бір кемшілік жасап қойсақ, вот соны бір сол үшін таяқ жейтін едік қой енді. И біз кішкентай балаға, я қазақта сөз бар ғой, ата-ана құдайындай болады балаға. Сол кішкентай кезімізде біз ата-анамызды Алланың ролінде көреміз ғой. И біз ата-анамызға ұнауға тырысамыз, иә. Олар енді жаңағыдай кемшіліктен жаратылған адам ғой, олар да обычно енді, бірақ біз бала болсын түсінбейміз ғой. Оларды әр сөзі бізге әсер етеді, иә. Сен күшті болсаң, сен бүйтсең алғаны өстесің, сен осылай істесең ғана мен саған бүйтем, иә, вот осындай нәрселерді бүйтсең таяқ жейсің деген сөздерінен біз Аллах тағаланы
мені жақсы көрмейді, иә, мен недостаточно сондай бір күшті хороший адаммын, то что Алла мені жақсы көрмейді деген сияқты бізде подсознательно, түп санамызда сондай ой бар, сол программа бар, біз сонымен өмір сүреміз да, и всегда Аллахқа дұға жасағанда да ай осы қабыл болмайды ау деген сияқты, иә, білмеймін енді мен оған лайықты емеспін, Құдай маған ондайды бермейді деген бізде сондай бір сенімдер бар, хотя ол айтып тұрғанымдай ата-анамыздың салып кеткен нәрсесі, бірақ ол үшін ата-анамызға ренжімейміз, олар білген жоқ қой, енді орнатты болды, бірақ енді ересек өмірде біздер уже түсінуіміз керек, то что Аллах тағала ол ата-анадай болмайды, ата-анамыз бізді кешірмеуі мүмкін, ата-анамыз біздің күнәларымызбен қабылдамауы мүмкін, если біздің ешкім жоқ кезде жасап жатқан күнәмізді білсе ата-анамыз, олар бізден жиіркеніп айнып қалуы мүмкін да, Алла сақтасын. Ал Аллах тағала ондай емес, Аллах тағала кешіреді, ар-рахман, ар-рахим, үнемі біз Алладан кешіріміне үміт ету керекпіз да, вот сондай нәрсе. Это очень важно. Бұл осы жер, құлым, яғни сен Алла туралы қалай ойласа, мен де сондаймын дейді. Яғни сол ғой енді. Аллах мен дұғамды қабыл етпейді десең, енді Алла қабыл етпейді, потому что сен солай ойлап тұрсың ғой. Алла мені кешірмейді десең, Алла сақтасын, кешірмеуі де мүмкін. Болды, ой, кешірмейді, ал осылай өмір сүре берейін деп. Это твой выбор. Я сені таңдау, сен солай ойлап тұрсың. А в реале ол олай емес. Аллах айтып тұр ғой, сен мен туралы қалай ойласам, мен сондаймын енді деп тұр. Сондықтан біз Аллах тағала туралы жақсы ойлауға, я шүкіршілік етуге барымша тырысамыз, және сол үшін дұға ету керек екен. Я Робби, я Алла тағала, сен туралы жақсы ой ойлауға, саған барша ісім тапсырып тәуекел етуде, саған шынайы түрде шүкір ететін құл болуға маған көмектесші деп. Себебі біздер Алланың жәрдемінсіз ешкім емеспіз. Түсінікті ма? Мен деген енді психолог болғасын жерде мен барымша осы кештерде саған максимально түсіндіруге, сенің көңіл күйіңді, я түп санаңды, жаныңды жалпы емдеуге тырысам. Менің қолымнан келіп жатыр ма жалпы, қалай ойлайсың? Да. Көреміз иншалла. Так, барымша тырысып жатырмын енді, иә. Сен маған күнде келетін болсаң, мен тоқтамай саған барымды беруге тырысам, барлық білімімді, барлық энергиямды, эмоцияларымды, я саған арнауға тырысам. Я маған да ұнайды сенімен осындай кештерді өткізген, я сенімен сөйлесіп барып ұйқыға барған, мне приятно. Я рахмет маған сені білдіргеніңе, альхамдулилля. Ақтауға тырысам, иншалла. Енді мен жалпы біздің жиналыстарымызды, я күндегі посиделкаларымызды түнгі мен Алла разылығы үшін жасауға тырысам, барымша. Енді болады, енді кейде говно ниеттер араласады, но нет, мен барымша тырысам. Да, так, енді жалғастырайық. Кетпеді. Бір кісі пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам, ей Алланың елшісі, шынында мен үшін ислам дінінің бұйырған амалдары көбейіп кетті. Сіз маған бір амал айтыңызшы, мен оны тастамай орындап жүрейін, деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, тілің әрдайым Алла тағаланы еске алудан босамасын, деді. Да, сонда біздер енді намаз оқимыз да, басқа кереметтей құлшылықтарымыз жоқ қой. Енді олардың орнын толтыру үшін біз Аллахты еске алуымыз керек екен. Тіліміз босамау керек екен. Қазақша болсын, арабша болсын, орысша болсын, айта береміз. Аллах тағала тілдің барлығын түсінеді ғой. Вот осы жер тоже маған ұнайды да. Кейде біздер адамдарға бір подход істеп, сөз таңдап, я орысшамызды қосып, білмеймін енді бір тырысып атамыз ғой. Ал Аллах тағалаға келгенде ондай бір тырысып қиналудың қажеті жоқ та. Қандай барсын, солай Аллаға жалбарынасың. Қазақша, орысша болсын, біздің шала қазақский языкпен де, арабша да, Аллах тағалаға кез келген тіл түсінікті. Аллах даже біз айтпасақ та, біздің жүрегіміздегі уже біліп тұрды. Біз не сұрайтынымызды
уже біліп тұр да, субханалла. Мен осының барлығын саған айтқан сайын өзіме әсер етіп жатыр да, машалла. Вот осы ғой менің нем, осы кештерді ұйымдастыруым сол ғой. Мен сенімен бірге дәл осылай отырып Аллах тағаланы еске алуға мен де мұқтажбын, сен де мұқтажсың. Так что альхамдулилля, біз бір-бірімізді мұқтаждығымызды жауып жатырмыз да. Өте қуанышты, өте қуанышты. Альхамдулилля. Қай жерден тұтып қалдым деген қараймыз қазір. Так, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім Құран кәрімнен бір әріп оқыса, оған бір сауап беріледі, және бір сауап 10 есе көбейтіледі. Әлиф, ләм, мим. Әлиф, ләм, мим бір ғана әріп демеймін. Керісінше әлиф бір әріп, мим бір әріп, ләм, мим, ләм бір әріп, мим бір әріп деймін дейді. Яғни Құранда әлиф, ләм, мим, зәликәл китабу райба, зәликәл китабу райба фих деген осындай Құран аяты бар ғой, басталады. Вот сондағы әлиф дегенге біз 10 сауап аламыз, ләм дегенге 10 сауап аламыз, мим дегенде 10 сауап аламыз. Сонда біз әлиф, ләм, мим дегенде 30 сауап алып кеттік. Осындай кезде математика күшті көмектеседі. Машалла. Атақ, негізі мен математик емес. Білмеймін, біздің әулеттен математик шықпаған сияқты. Бәрі тупой деп өзімізді ақтаймыз ғой енді. Так, жалғастырайық, хорошо. Бірде біз мешіт қалқасының дейді ол не? Бір жерде Мединадағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешіт жанынан баспанасы жоқ сахабаларға арнап салынған орын дейді. Қалқасының деген, яғни ол қалқа сахабалар, яғни үй-күйі жоқ, сапарда жүрген сахабаларға арналған орын болып тұр ғой. Бізде бір мешіт қалқасының астында отыр едік дейді. Қалқа деген онда навес болып тұр ғой. Астында отыр едік болғанда. Деп ақыл болып кетті дейсің ғой, қалқа дегенді үшін навес деп ойлаймын енді. Навестің астында отырдық деп тұр ғой енді. Егер ол андай 4-3 үй болса, ол ішінде болмай ма? Да. Ой, күшті қалғысы. Миым жұмыс жасайды, бытовой. Бала-шаға үйдің шаруасына бөлек осындай кезде кітап оқып, и какой-то бір миыңа нейроның бір жұмыс жасап кеткенде риза боласың ғой. Альхамдулилля, самооценка деген ұшып кетеді. Альхамдулилля. Так, бір-бірімізді өстіп қуантып отырайық. Жалғастырайық, иә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шығып былай деді, сендердің қайсы бірін Будханға, не болмаса Әл-Ақиққа, бұл не? Будхан мен Әл-Ақиқ деген жердің аты дейді. Барып, ешқандай күні іс жасамай, әрі ағайын туысқанымен қарым-қатынасын үзбей, әр күні өркеші үлкен 2 түйе алып келуді қалайды деді. Яғни бір какой-то бір Будхан, Әл-Ақиқа деген қалаларға, типа енді білмеймін, Алматы, Астана деген сияқты ғой енді. Сол жаққа барып, күні іс жасамай дейді, ешқандай күні жасамай жолда, әрі ағайын туысқанымен қарым-қатынасын үзбей, әр күні өркеші үлкен 2 түйе алып келуді қалайды. Ол кездер түйе, қызыл түйе деп айтып атады да, өркеші үлкен деп. Біздің кезіміздегі анандай, қалай болады андай, білмеймін, бір Lexus, Camry, жоқ Camry емес даже, это Lexus, Lamborghini ма, Ferrari ма, вот сондай, сол машиналардың құны, мысалы, сол қызыл түйелерге келеді. Сол себептен түйені пайғамбар саллаллаху алейхи мысалдарына жиі келтіреді, потому что ол кездері сол заманда олар бір шиковый, люксовый көліктерге жатқан ғой. Так, біз айттық дейді, Алланың елшісі, бәріміз де қалаймыз деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сендерден бір кісінің мешітке барып ілім үйренуі не аса құдіретті ұлық Аллах тағаланың кітабынан 2 аят оқуы, 2 түйеден 3 аят оқуы, 3 түйеден 4 аят оқуы, 4 түйеден қайырлы. Осылайша қанша аят оқыса, сонша
етсін. Әмин. Бірақ енді біздерге оны түсініп кету енді. Өзің түсінесің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім қандай да бір жерде Аллах тағаланы есіне алмай отырса, бұл іс Алла тағаланың қасында ол үшін кемшілік болады. Және кім қандай да бір жерде Алла тағаланы еске алмай жатса, бұл істе қалай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім қандай да бір жерде Аллах тағаланы есіне алмай отырса, бұл іс Алла тағаланың қасында ол үшін кемшілік болады. Және кім қандай да бір жерде Аллах тағаланы еске алмай жатса, бұл істе Алла тағаланың қасында кемшілік болады деген. Яғни біздер андай бір енді болады ғой сондай Аллах тағаланы еске алу қажет болған отырыстар, ол қонақ болсын, туысқандармен қосылған дастархан болсын, бір құрбылармен жиналыстар, болады осындай бір әдемі отырыстар. Сондай жерде біз Аллах тағаланы еске алмасақ, просто ішік жетік тұрып кетсек, ол бізге кемшілік болып табылады. Түсіндің ба? Так что бізге енді лишний кемшілік керек емес, бізде и так кемшілік болай. Так что Аллах тағаланы еске алып, бір кемшіліктен арылайық. Естеді, көзің жұмыла бастады ма? Ұйқы келе бастады ма? Молодец. Машалла. Жоқ, сен ұйықтап қала бер, мен жалғастырамын, шамалы қал. И оның өзі білесің бе, саған қалай әсер етеді? Сен енді әйтеуір тыңдадым деген сауапқа кенелесің, иншалла. Так, все, мен сені қинап қойған жоқпын ғой да. Сен осылай күнде кешке келсем мен қуанамын. Давай, ты меня не бросай. Хорошо. Так, пайғамбарымыз жалғастырайық енді. Шамалы қалды, хорошо. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер адамдар бір жиында Аллах тағаланы еске алмай және пайғамбарына салауат айтпай өз орындарына отырса, Аллах тағаланың қасында бұл іс олар үшін кемшілік болады. Алла тағала қаласа оларды азаптайды, қаласа оларды кешіреді деді. Және қандай да бір қауымның Алла тағаланы еске алмай жиыннан тарқауы өлі есектің үстінен тұрғанына ұқсайды. Мен саған бұл хадисті өлі есектің етін жегендей, болмаса өлі есектің жаңағы өлік сенің қасында отырып тұрып кеткен сияқты деп еститінен негізі ұқсайды. Сондай-ақ олар қайғы қасіретке ұшырайды деген дейді. Субханалла, қорқынышты нәрсе ғой. Оказывается, біздер солай кез келген отырыста туған туыстарымызбен, мысалға өзіміз екеуміз отырып қой, осы отырыста біздер бостан босқа жаңа процедураларымызды жасап, әңгімемізді айтып, солай қоштасып кетсек, онда біздерге ол кемшілік болып жазылады. Және Аллах тағала ол үшін бізде жазалауы да мүмкін, мүмкін кешіруі де. Так что енді біз жазадан қорқамыз ғой, Алланың кешіріміне үміт етеміз. Біздер амал жасауымыз керек қой всегда. Сен бізге бір жақын адам бар да, или даже жақын болмай-ақ қойсыншы, вообще танымайтын адам болсыншы, бірақ ол адам біздің көңілімізді ойлап, бір жақсылық жасаса, бір какой-то малейший жылы сөз айтып, комплимент айтса даже, біз мәз болып ананың артынан жүгіруді қалап тұрамыз ғой, тағы да айтшы деген сияқты. Сол сияқты Аллах тағала да біз оған жақындап, сондай бір жақсылығымызды көрсетіп, оған сондай бір күшті қарым-қатынаста болғанда Аллах бізді жақсы көріп тұрады ғой, енді естественно. Ал мысалға ана адам, білмеймін енді, сен оған жақсылық жасады да, ол саған анандай бір көңіл бөлмей қойшы деп, мысалға сөйтіп сен жақсылықты бағаламай кетсе, например, сен Аллах болғың келеді, ой кетші бар деп, сол сияқты ғой. Аллах тағалаға біз сондай бір Алланы ренжітетін заттар жасай берсек, конечно, біздің дұғамыздың қабыл болуы қиын. Аллах тағала барлық мысалдан жоғары, Алла сақтасын, конечно, но бізге саған және маған енді более-менее түсінікті болу үшін осындай енді не в тему мысалдар келтіретін бар енді арасында.
әйтеуір енді болады иә, нәпсіге ауыр болады иә, сондай бір білмеймін енді, всегда Аллах тағаланы еске алу, всегда сондай бір кітап оқу иә, хадистерден шамалы бір білім алып қалу деген адамды ұйықтатып жібереді иә. Сол үшін біздің қасымызда шайтан жүреді екен, негізі отдельный шайтан болады екен, бізді сол бір білмеймін кітапты ашса тек ұйқың келіп кетуге әсер етіп тұратын шайтандар болады екен. Бірақ енді максимально қызық болсын деп тырыстым, енді қалай бағалап кетті. Бірден бастап 10-ға дейін. Рахмет, альхамдулилля. Все онда. Иншалла енді тек аят курсиді оқы. Аят курси оқысаң, значит сен білесің ба қанша сонда біраз сауап алып кетесің ғой. Енді Аллаху ля деген кезде иляха иллаллах, ар жақта әрбір әріптеріне даже қаншама сауап алып кетеміз. Бұл жерде енді математика көмектеспейді, все равно есептеп